Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен керемет әрі дәмді болып шығатын пончиктер пісіреміз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Және оған 2 жұмыртқамызды саламыз. Оған аштқымызды саламыз, менде құрғақ аштқы, және олардың барлығын жақсылап араластырамыз. Оған қантымызды саламыз. Қантымызды сала отырып араластырып, енді майымызды ертіп алып, үстінен майымызды құямыз. Осы барлығын жақсылап араластырамыз. Нақты ингредиенттерін видеоның астына жазып қоямын. Сосын оған осылай електен ұн өткізіп саламыз. Міндетті түрде електен өткізген дұрыс. Қамырымыз мінекей осындай болып шықты. Енді оны көтерілгенше бетін жақсылап жауып қойып қоямыз. Мінекей қыздар, менің қамырым ашыды, осылай болып көтерілді, жұмсақ болып тұр. Оны осылай оқтаумен жақсылап жайып аламыз. Қатты жұқа қылмаңыздар. Егер сіздерде пончик пісіретін насадка жоқ болса, менде де жоқ, осындай үй жағдайында не бар, сонымен осылай істеуге болады. Міне мен ортасын жаңағы торт пісіретін насадка, кремге арналған насадканы пайдаландым. Әрқайсыларыңыз өздеріңіз үйде не бар, сонымен істесеңіздер болады. Мінекей бізде осындай пончиктер дайын, ортасындағы майдаларды да пісіріп жіберемін. Қызып тұрған майға осылай бататындай қылып, екі жағын қызартып жақсылап пісіріп аламыз. Мінекей біздің пончиктеріміз дайын. Осылай астына қағаз қойып, әдейі майы соған сіңу үшін осылай пісіріп алдым. Енді біз шоколадты глазурымызды дайындаймыз. Оған шоколад және май қосып, кішкене суытып алып, сосын барып батырамыз. Әйтпесе шоколадымыз ағып кетеді. Мінекей осылай беттерін бір-біртіндеп жақсылап шоколадқа батырып аламыз. Енді түрін, бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен осылай ақ шоколадты осылай ертіп бетіне құйдым. Ал басқа кейбіреулеріне конфетти салдым. Мінекей біздің пончиктеріміз дайын. Пончиктеріміз өте керемет әрі жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте керемет болып шығады.